Абайдың 7-ші қара сөзінде құмарлық деген ұғымға барлау жасалған. Оны бүге-шүгесіне дейін талдауда Абай мақсат тұтпаған. Оның айтпағы жан құмарының тән құмарлығынан артықшылығы туралы ой. Құмарлық адам баласын хайуаннан өзгеше етіп тұрған табиғаттың бізге берген ерекше қасиеті. Құмарлық тән құмары және жан құмары болып бөлінеді. Адам баласы дүниеге келгенде осы екі мінез бірдей көрінеді. Абай оларды туа біткен мінезге жатқызған. Тән құмарлығы дегеніміз ішсем, жесем, ұйықтасам деген биологиялық қажеттіліктерден тұрады. Бұл мінез хайуанаттар әлемінде де бар. Бірақ адам баласының ішсем, жесем, ұйықтасам дегенінің өз ерекшелігі бар. Бұл ерекшеліктің мәні адам баласының өте ұзақ мерзімге дейін өз бетімен күнелтіп кетуге мүмкіндігінің шектеулілігінде. Дайын тамақ, төсек, күтімге бойы үйреніп, оны дағдыға айналдырып, адам баласы көбіне тән құмарлығының құлына айналып кетуі осыдан. Абайдың айтуынша, адамның хайуаннан жаман болатын кезі, бала кездегі екі мінездің қатар жүрмей, біреуінің үстем болып, екіншісінің көмескі тартуында. Ол бала кездегі жан құмарының ержете келе тән құмарына тәуелді болуында. Сонда жан құмары деген не? Абай оны білсем, көрсем, үйренсем екен деген түсінікте таниды. Бұл адамның бала кезінде ерекше байқалатын мінезі. Бала көзі көріп, құлақ естіген заттың бәрін білгісі келіп, ол немене, бұл немене, бұл неге бүйтеді деп сұрап, тыныштық таппайды. Осы бала күнгі жан құмарлығы ер жеткен соң, ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз деп Абай сауал тастайды. Бұл сөзде қойылған мәселелерге жауап беруден гөрі сұрақ қою көбірек. Ол түсінікті. Жан құмарлығы тек білсем, көрсем, үйренсем деген істермен шектелмейді. Ол туа біткен қасиет. Сондықтан ол адамдарда бірдей болмайды. Әр адамның табиғатының мүмкіндік болмысы, шама шарқы бар. Мысалы, көпшілік заттың ішкі сырына мән бере білмейді. Оларды заттың сыртқы көрінісі қанағаттандырады. Ол турасында Абай кесімді пікір айтқан. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады дейді. Адам мен хайуан әуел бастан өзгеше. Абай адамды хайуанмен салыстырғаны шартты түсінік. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Сондықтан оған біз надансың, не ақылдысың деп еш нәрсе айта алмаймыз. Хайуан хайуандықтан өзге қылыққа, іс-әрекетке бара алмайды. Оның кеңістігі шектеулі, мүмкіншілігі де белгілі. Ал адам болса өзгеше. Оның кеңістігі шексіз, мүмкіншілігін біліп болмайсың. Себебі онда сана бар. Оның көрінісі жан құмары. Солай бола тұра, адамдар жан азығын ойламай, құр білемізге салынып, надандықты білімділік деп өңештейміз. Міне, бұл көкіректегі сәуленің жоқтығы деп Абай налыс білдірген. Сонда адамның өсе келе жанды тәнге бас ұрғызуының себебін Абай мында деп таниды. Көзбен көрген нәрсенің сыртын көргенде-ақ тойдық. Сырың қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Құр сөз көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық дейді Абай. Қайта бала күнде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз дейді. Қорытындылай келе, Абай адам баласының
өмір бойы ізденуін, өмір бойы білім алуын қалайды.